Бүгін сіздерге 1248 алды. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға бөлудің оңай тәсілін көрсетемін. Егер балаңыз бағандап бөле алмайтын болса, біз қазір 1248 санын қосылғыштарға жіктейміз. 1000 қосу 200 қосу 40 қосу 8. Енді осыны әрбіреуін жеке-жеке төртке бөлеміз. Төртке бөліп шығамыз. 1000-ды төртке бөлсек 250, 200-ді төртке бөлсек 50, 40-ды төртке бөлсек 10, 8-ді төртке бөлсек 2. Қосамыз 312. 1248-ді төртке бөлсеңіз 312 шығады. Балаңызбен осындай әдісті де қолданып көріңіз. Қызықты болса, менің TikTok каналыма жазылып алыңыз. Бөлу туралы тағы да көптеген лайфхактарды көрсететін боламын. Лайк басуды ұмытпаңыз, комментарийға бөлу деп жазып кетіңіз.